Мүшел жас неге қатерлі? Халқымызда адам жасын есептеу үлгісі мүшел жас делінген. Қазақ қоғамында адамның ең алғашқы мүшелі 13 жас болып саналады. Әр мүшелдің ішінде адамның өзіне тән ерекшеліктері мен болмысы қалыптасады екен. Көпшілікті мүшелден мүшелге өту аралығындағы жас неге қатерлі және оны қалай есептейді деген сауалдар мазалайтыны анық. Олай болса, сұраққа жауап іздеп көрелік. Мүшел жасты есептегенде мына бір ерекшелікті қаперге алған жөн. Яғни бала 13 жасқа толғанда бір мүшел деп қайратта, кейінгілеріне 12 жылдан қосып отырады. Сонда бір мүшел 13 жас, 2 мүшел 25, 3 мүшел 37, 4 мүшел 49, 5 мүшел 61, 6 мүшел 73, 7 мүшел 85, 8 мүшел 97 деп қайырып, адам жасын оңай шығарады. Көнігөз қариялар өткен жылдарды есептегенде немесе адам жасын айырғысы келгенде осы мүшелді қолайлы көреді. Жоғарыдағы мүшел жылдардың әрқайсының адам өміріне тигізер әсері ықпалы болады. Алғашқы мүшелде 13 жастағы баланың ересектік шаққа өту кезеңі айқындалады. Бұл кезеңде ер балалардың дауысы өзгеріп, сүйегі әріленіп, қыз балалардың дене бітімі сүйкімді бола бастайды. Халқымыз осында ес тоқтатып етек жаба бастаған жасты 13-те отау есі деп дәріптеген. Балаларын отбасылық өмірге баулуды қолға алған. 25 жас нағыз жігіттік жас деп есептеледі. Бұл кезде бойдағы күш-қуат кемеліне келеді. Тасыған күш қайратты қайда жұмсарын білмей жалындап тұратын кез. 37 жас өмірдің жақсы жаманын, оң солын танып, ақыл тоқтатып 40-тың қырқасына көтерілген кез. 49 жас бойдағы күш қайта бастағанымен кәрілікті әлі мойындамаған, ақыл ойы нағыз кемеліне келген ердің жасы. 61 жас даналығы артып, өткеніне сын көзбен қарайтын, тәубеге келетін кезең. 73 жаста адам кәрілікті мойындап, бойы еңгіш тартады, аяғы тұсалып, жүріп тұруы қиындайды. 85 жас бұл жаста адам жүріп тұрудан, ұйқыдан қалады, бала сияқты өкпелегіш болып, күйбең тірлікке түседі. 97 жас бұл мүшелге жеткен адамдардың кейбірі жас баладай жаутаңдап, қауқарсыз болып қалады. Қазір ғалымдар әр мүшел ішінде адамның ағзасында өзіне тән елеулі өзгерістер болатынын дәлелдеп отыр. Ғылым енді ашқан жаңалықты ата-бабаларымыз бұрыннан білген. Адам кемелденген сайын қауіп көп болады деп есептеген. Сол себепті дана халқымыз мүшелге ерекше мән беріп, қатерінен сақтану үшін түрлі арым жоралғыларды жасайтын болған. Психолог мамандар 13 пен 37 жасты ең қауіпті кезеңдердің біріне жатқызады. Әдетте оны ұстанатында, оған сенбейтін де адамдар бар. Дегенмен мамандар мүшел жасқа немқұрайлы қарауға болмайтынын ескертеді. Сондықтан бұл жастарда сырт көздің сұғынан сақтанған жөн. Бұл пікірді қазақ салт дәстүрлерін дәріптеп жүрген апамыз Зейнеп Ахметова да мақұлдайды. Қазақ ұғымында әрбір мүшел жас қатерлі, қалыпты саналады. Бұл жай ғана сөз емес. Өйткені жайшылықтағы жасқа қарағанда мүшел жаста өлім жітім, әртүрлі кесір кесапаттың көп кездесетіндігін байқауға болады. Өкінішке орай, көбіне пендешілікке салынып аңғармаймыз. Соның кесірінен келеңсіздіктерге ұрынып, сәтсіздіктерге ұшырап жатады. Сол үшін ата-бабаларымыз әрбір мүшелден аман шығу үшін құдайы беретін болған. Әрине, қазірде құдайы беретіндер бар. Бірақ олар қой сойып, молда шақырып, Құран оқытып, бет сипаумен ғана шектеліп жатыр. Шындығында құдайы беру дегеніміз бұл адамның алдымен біліп-білмей істеген күнәлары үшін жаратқаннан кешірім сұрап, тәубаға келу, өзінің олпы-солпы кем-кетігін түзету және сауапты әрі қайырымды істер жасау болып саналады. Құдайы берудің маңызы осында жатыр. Қайыр садақа берсем, қатерден аман есен шығам деген қасаң пікірден аулақ болған жөн. Мүшел жаста киім береді. Бірақ қазір көбісі мұның да маңызына бойламай жатыр. Өзінің киюге келмейтін киімдерін таратып жатыр. Бұл дұрыс емес. Керісінше өзінің жақсы көретін қимас затын, не киімін өзі құрметтейтін, сыйлайтын адамына беру керек дейді. Ұлт дәстүрін дәріптеуші апамыз. Мүшел жас пен ғылымның байланысы қандай? Астрономия ғылымында әрбір 12 жыл сайын Юпитер өзінің орбитасын бір рет айналып шығатын айтылады. Сонда адамның мүшел жасы да әрбір 12 жыл сайын кіріп отырады. Бір жылда 12 ай бар. Мүшел 12 жыл уақыт атауы. Қазақтың ұлттық дүние танымында жас саны мүшелмен есептеледі. Халық даналығының осы бір қағидасы санақтың ең тапқыр есебі екен, ғылымда жоққа шығармайды. Мұндай тәсіл өткен жылдарды есептеуге әрі адам жасын анықтауға өте ыңғайлы бірден бір есептік жүйе.
Мүшел жасқа толған адам әдетте сақтанып жүреді, алыс, ауыр сапарларға шықпайды. Ауа райының қолайсыз кезеңдерінде абайлап жүреді. Өйткені адам ағзасында әрбір 12 жыл сайын елеулі өзгерістер болып тұрады. Ертедегі шығыс ғылымдарында да бұл жайлы айтылған. Мәлімет Қазалы.kz сайтынан алынды. Біле жүріңіздер, тарата жүріңіздер.